Сәлеметсіздер ме, құрметті балалар, ата-аналары. Бүгін біз түлкі, тасбақа және кене атты ертегіні оқимыз. Бір уақыттарда түлкі, тасбақа және кене үшеуі жолдас болып келе жатса, бір жерде бір уыс тары жатыр екен. Үшеуі ойласып, мұны тұқым қылып, жерге егіп, көбейтіп бөліп алайық дейді. Түлкі бір жарды көріп, мен осы жарды сүйеп тұрайын, болмаса құлап кетер, деп жардың астына саялап жатып алады. Тасбақа байғұс жерді тырналап, кене сорлы тарыны жинап, егіп әлекке түседі. Сөйтіп көп бейнет шегіп, піскен соң ол тарыны орып жинап алады. Мұны бастырған кезде бір аяқ тары шығады. Біреуі барып түлкіні шақырып келеді. Түлкі келісімен, бұл тарыны үшеумізге бөлуге болмайды. Үшке бөлсек, әрқайсымызға қаншадан тиеді дейсің? Одан да үшеуміз жарысып, қай озғанымыз алайық дейді. Мақұл деп үшеуі бір жерге келіп қатарласып тұрып, түлкі, ал кеттік, деп жөнекей бергенде, кене түлкінің башпайына жабысып бірге кетеді. Түлкі өліп, өшіп, барынша жүгіріп келіп, қырманға отырайын деген кезде кене, әй сорлы, мені басып өлтіресің бе дейді. Ай, сен қашан келдің деп түлкі сұрайды. Мен бағана сен ал кеттік дегеннен ақ келіп қалғанмын дейді кене. Екеуі дауласып жатқанда, аузы мұрны қан болып тасбақа келеді. Келе сала, ойбай түлкі, мен бір бәле көріп келдім. Жаңа сендердің арттарыңнан екі қарагер аты бар, қара бүркіті бар, және екі тазысы бар екі адам келіп, жаңағы қасындағы түлкі жолдасыңды тауып бер деп, менің аузы мұрнымды қан қылды. Сонда мен сені айтқаным жоқ, әйтеуір осы жаққа қарай келе жатыр деп тасбақа. Түлкі болса, айналайындар-ау, мен айта көрмеңдер, мына тарының екеуің тең бөліп алыңдар, мен сендерге риза болайын. Олар келсе, білмейміз қайда кеткендерсіңдер деп тұра жөнеліпті. Сөйтіп, тарыны тасбақа мен кене бөліп алды.